يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तौहीद के कायम करने के लिए कोशिश өзінің ұстазының саллаллаху алейхи уассалам ізімен жүріп, Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам таухидты орнықтыру жолындағы күш-жігері, оның іс жүзіндегі өнегесі, сондай-ақ өзіне ергендерге қандай насихат айтып, оларды қалай тәрбиелегені туралы бірнеше оқиғаны келтірейін. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам сөзін бұлай деп жеткізеді. Бір кісінің баласы қайтыс болып, оған көңіл айту үшін бір досы барған екен. Сонда әлгі адам айқайлап жылап оған: "Құдай маған үлкен зұлымдық жасады" дейді. Яғни оның ойынша Аллах Тағала одан бір ақысын тартып алғандай болған. Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам сөзін баяндай отырып, әрі қарай бұлай деді: "Бірақ ойлану керек. Құлдың Аллах Тағалаға қандай ақысы бар еді? Мен әрдайым таңғаламын. Намазына, оразасына, зекетіне, қажылығына, тақуалығы мен тазалығына мақтанатын адамдар бір қиындық келгенде дереу Алла бізге зұлымдық жасады деп шыға келеді. Ал Үндістандағы діннен мүлде ғапыл болған, ішімдікке салынған бір ақын болса, шындықтың бір сәтінде шарапқа әуес бола тұра, Алланың илхамы оның жүрегіне түсіп, жанды да берген өзі еді, шындық сол, ақысы өтелмеді дегенді айтады. Сондықтан адам әрдайым мынаны ойында ұстау керек. Бізге берілген нығметтер де, перзенттер де Аллах Тағаланың рақымы мен кеңшілігімен берілген. Бұл нәрсе бізден әрдайым Алланың алдында бас июді, өз сөзімізбен, ісіміздің бәрімен оның таухидін жария етуді талап етеді. Бізде ешқашан ширктің титтейде көлеңкесі пайда болмау керек. Ешқашан біздің Алла алдында қандай да бір хақымыз бар деп ойламауымыз керек. Аз ғана ғибадат еткенімізбен ешбір ақы өтеліп кеткен жоқ. Керісінше, біз мұны өз пайдамыз үшін жасаймыз. Демек, ол кісі айтқан әлгі ақында Аллах Тағала бізге жан берді, бізді жаратты, осы дүниеге әкелді. Бірақ оның шүкірін толық өтеу біздің қолымыздан келмейді дегенді айтып отыр. Хазірет уәделенген реформатор радиаллаху анху Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам өз ұлы қайтыс болған кездегі сабырын баяндап былай дейді: Мүбарак Ахмад Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам кіші ұлдарының бірі еді. Ол кісі оны өте қатты жақсы көретін және ауру кезінде аса үлкен қамқорлықпен күтті. Сол себепті Хазіреті бірінші халифаның да ойында, егер Мүбарак Ахмад қайтыс болса, бұл Хазіреті уәделенген Мәсихке алейхиссалам өте ауыр соққы болады деген ой болған. Соңғы сәтте Хазіреті Маулви Нуриддин оның тамырын ұстап отырған еді. Хазіреті уәделенген Мәсихке алейхиссалам месік әкелуді айтты. Сол кезде баланың тамыры тоқтап бара жатқан болатын. Оның қайтыс болуы Хазіреті уәделенген Мәсихке қаншалықты ауыр тиетінін ойлап, Хазіреті бірінші халифа соншалықты әсерленіп, тік тұрған жерінен жерге құлап түсті. Бірақ Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам Мүбарак Ахмадтың қайтыс болғанын білген сәтте ерекше сабырмен:
Мүбарак Ахмад қайтыс болды. Бірақ бұған абыржуға болмайды. Бұл Аллах тағаланың бір тағдыры еді. Біз оған сабыр етуіміз керек деп достарына хат жаза бастады. Содан кейін сыртқа шығып күлімсірей сөйлеп, Мүбарак Ахмад туралы Аллах тағаланың илхамы орындалды деді. Оның шақырушы бәрінен сүйікті, ей жүрек, соған жаныңды құрбан ет деген өлең жолы да бар. इस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करते हुए एक जगह फरमाते हैं, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से एक बात मैंने बारहा सुनी है। आप तुर्किया के सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान का जो मज़ूल हो गए थे, जिक्र करते हुए फरमाया करते थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान की एक बात मुझे बड़ी ही पसंद है। बावजूद उसके बहुत सारी उसकी बातें गलत थीं, लेकिन आप फरमाते थे कि ये बात मुझे बड़ी पसंद है। Сол сияқты Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху, Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам өмірі жайлы бір жерде былай дейді: мен бұл сөзді Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам талай рет естідім. Ол Түркия сұлтаны Абдул Хамид екінші туралы айтып отыратын. Тақтан тайдырылған Абдул Хамид хан жөнінде оның бір сөзі маған өте қатты ұнайды. Көптеген істері дұрыс болмағанымен, осы сөзі маған ерекше ұнайды дейтін. Бірде Грекиямен соғыс мәселесі көтерілгенде, уәзірлер көптеген сылтаулар келтірген. Негізінде сұлтанның қалауы соғыс жүргізу еді, бірақ уәзірлер оны қаламады. Сондықтан олар барлығы дайын, бірақ пәлен нәрсе жетіспейді деп түрлі қиындықтарды алға тартқан. Мысалы, қазіргі уақытта бүкіл Еуропа Грекияны қолдау үшін бірігіп отыр, бұған біздің еш амалымыз жоқ деген сияқты. Сонда Абдул Хамид, бір үйді болса да Құдай үшін бос қалдыру керек қой деп жауап берген. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам осы сөзден ерекше ләззат алып, маған оның осы сөзі қатты ұнайды. Ол Құдайға тәуекел етті дейтін. Таухид үшін Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам ерік жігері туралы тағы бір оқиғаны Хазіреті Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб былай жазады: Мұнши Зафар Ахмад Капур Халви жазбаша түрде былай баяндайды: Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам бас айналу дерті бар еді. Бір тәуіптің бұл ауруды емдеуде өте шебер екені естілді. Оны алыстан арнайы шақыртып жол ақысын жіберді. Ол келіп Хазіретті қарап, 2 күнде сізді толық жазып жіберемін. Бұл түкте қиын нәрсе емес деді. Осыны естігенде Хазірет ішке кіріп, Хазіреті Маулви Нуриддинге: мен бұл адамнан ешқашан ем қабылдамаймын. Бұл не деген құдайлық талап? Оны қайтарып жіберіңдер деп хат жазды. Оған жол ақысымен қоса тағы 25 рупий беріліп, кері қайтарылды. Сол сияқты Хазірет Муфти Мұхаммад Садиқ Сахиб Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам өмірі туралы былай жазады: Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам былай дейтін: Алла өзінің ұлылығы мен абыройы үшін құлшыныс көрсететіндерді жақсы көреді. Мұндай адамдар өте нәзік бір жолмен жүреді, және әркім олармен бірге жүре алмайды. Құдай үшін жүректе жалын болмайынша адам ешбір ләззатқа қол жеткізе алмайды. Адамның жүрегінде Алла үшін шынайы ынта болмайынша, әрі нәпсінің былғанышынан және дүниелік пайда мен мүдде ойынан толық арылмайынша, оның ешбір ғибадаты да, садақасы да қабыл болмайды. Бұл өте маңызды нәрсе. Адам өз нәпсісінің ластығынан және дүниелік пайда ойынан арылмайынша, оның ғибадаты мен садақасы қабыл етілмейді. Құдай үшін құлшынысы бар адам өз замандастарынан озып кетеді. Мұндай жандар Алладан берекелер алады. Сондықтан дұғаның қабыл болу үшін
таухидке кемел сенім мен толық иман қажет. Ең алдымен Алланың сүйіспеншілігіне ие болу үшін дұға жасау керек. Біз көп дұға еттік, нәпіл оқыдық, садақа бердік, бірақ дұғамыз қабыл болмады деп жазатын адамдар осыған терең ойлансын. Бұл Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам өзі үйреткен нұсқауы. Хазіреті Мирза Башир Ахмад сахиб тағы бір жерде былай жазады. Алла тағалада Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам осы сүйіспеншілігін өзінің шексіз рахымына лайық түрде ерекше бағалап оған: Анта минни бе манзилате таухиди ва тафриди, анта минни бе манзилате валади, инни маака ябна расулиллах. Яғни, сен мен үшін менің таухидым мен даралығыма ұқсас дәрежедесің. Сен мен үшін перзентімнің орнындағыдайсың. Ей Алланың елшісінің рухани ұлы, мен сенімен біргемін деп үн қатты. Мағынасы, осы заманда сен менің таухидымның туын көтерушісің және дүние жүзінде жоғалып бара жатқан таухид қазынасын қайта тірілтіп жатсың. Сондықтан, ей Мұхаммедтік Мәсіх, сен маған менің таухидым мен даралығымдай сүйікті. Христиандар өтірік пен жала арқылы өз Мәсіхін Құдайдың шынайы ұлы етіп көрсеткендіктен, менің жігерім, мен саған сондай махаббат көрсетемін, ол перзентке берілетін махаббаттай болсын деп талап етті. Сонда әлемге Мұхаммад Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам шәкірттерінің өзі де Құдайдың сүйікті ұлдары дәрежесіне жете алатыны айқын болсын. Және сен менің сүйікті Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи вассалам дінінің қызметінде күндіз түні беріліп жүргенің үшін, әрі оның махаббатында толық сіңіп кеткенің үшін, мен сені өзімнің сүйікті пайғамбарымның саллаллаху алейхи вассалам рухани ұлы мәртебесіне мәңгілік сүйіспеншілігіммен және тұрақты қолдауыммен марапаттаймын деді. Міне бұл жаңа ғана оқылған илхамның мағынасы. आपकी सीरत के ज़मन में ही हज़रत बशीर अहमद साहब की जगह लिखते हैं. Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам жіберілуінің аса зор мақсаты мен басты мұраты исламға қызмет ету және таухидты орнықтыру еді. Сол заманда шынайы таухидқа ең үлкен қарсылас христиан діні болатын. Тіпті бүгінде кейбір аймақтарда солай. Өйткені ол таухидтың сыртқы пердесі астында аса қауіпті ширк ілімін таратады. Хазіреті Исаны алейхиссалам Алла сақтасын Құдайдың ұлы деп жариялап, оны жалғыздық иесінің қасына отырғызады. Сондықтан Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам христиандыққа қарсы ерекше жігері болды. Оның үстіне Мәсихтік міндеттің ең үлкен жұмысы хадистерде кресті сындыру деп баяндалған. Сол себепті ол Хазіреті Исаның алейхиссалам қайтыс болған дәлелдеуге өте көп мән берген. Өйткені осы бір ақиқаттың дәлелдеуімен ақ христиандықтың негізі шайқалады. Яғни, Мәсіхтің қайтыс болғаны анықталса, құдайлық туралы сенім жойылады. Үштік сенімнен ізде қалмайды. Күнәні өтеу, кәфарат мәселесі де өз әлсіз тіректерінде тұра алмайды. Әлбетте, Исаның алейхиссалам қайтыс болғаны туралы сенім Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам өз шындығын дәлелдеудің де ең алғашқы баспалдағы болып табылады. Бірақ бұл мәселенің негізі маңызы қазіргі христиандықты теріске шығаруында. Сол үшін ол жиі Мәсихті өлуге жіберіңдер, өйткені исламның өмірі сонда жатыр дейтін. Қап, басқа мұсылман бауырларымыз осы нүктені түсініп, ең болмағанда христиандыққа қарсы тұруда бізбен үндес болса ғой. Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам дағуатын қабыл ету не етпеу басқа мәселе. Бірақ ең болмаса исламның үстемдігі дәлелденетін жерде осыны мойындаса игеді. वसीयत के बातिल अकायद Христиандықтың жалған сенімдері мен сол заманда олардың әлемге кең таралуы Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам жүрегіне соншалықты ауыр салмақ түсірген еді. Сондықтан бір жерде ол жүрек қасіретімен, сол жалынмен былай деді: мен әрдайым біздің және христиандардың арасындағы мәселенің қалайда шешілуін ойлаймын. Өлікке табыну фитнасы менің жүрегімді қан қылады. Жаным таршылықта. Бір әлсіз адамды құдай ету, бір уыс топырақты Роббил Аламин деп тану, бұдан асқан жүрек дерті бар ма? Егер Раббым, құдіретті Алла мені жұбатпағанда, әлдеқашан осы қайғыдан жоқ болар едім.
бірақ ол маған ақырында жеңіс таухидтікі болады деп жұбатады. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा ताला इस बात को जानता है और वो हर एक अमर पर बेहतर गवाह है कि वो चीज़ जो उसकी राह में मुझे सबसे पहले दी गई वो क़ल्ब सलीम था, यानी ऐसा दिल कि हकीकी ताल्लुक़ उसका बजुज़ खुदाए अज़्ज़ा व जल के। Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам тағы былай дейді: Аллах тағала жақсы біледі, әрі әр іске ең жақсы куә. Оның жолында маған ең әуелі берілген нәрсе қалби сәлим, яғни таза жүрек болды. Ол жүрек шынайы байланысын ұлы Алладан басқа еш нәрсемен құрмады. Мен жастық шағымда да, қартайған кезімде де Алладан басқа ешкіммен шынайы байланыс таппадым. Осы махаббаттың ыстығынан мен ешқашан Алланың ұлылығы мен жалғыздығына қарсы келетін сенімге разы болмадым. Сондықтан христиан діні маған ұнамады. Өйткені оның әр қадамында Аллаға тіл тигізу бар. Өзіне де көмектесе алмаған әлсіз адамды құдай етіп қойған. मुफ्ती फजल रहमान साहब मुहाजिर हैं, बयान करते हैं कि मेरे घर में यके बाद दीगरे से दो लड़कियां तो वलद हुई, दो बेटियां पैदा हुई एक दूसरे के बाद, जो खुदा की फजल से जब बयान कर रहे हैं कि कहते हैं कि ज़िंदा हैं। इसके बाद एक लड़का पैदा हुआ, वो भी ना बोलता था ना सुनता था। Хазірет муфти Фазлур Рахман сахиб мұхажир былай баяндайды: Менің үйімде бірінен соң бірі екі қыз дүниеге келді. Алланың қалауымен екеуі де аман болды. Одан кейін бір ұл туды, бірақ ол сөйлемейтін де, естімейтін деді. Бұл бірінші ұл үнемі ауырып жүретін. Одан кейін тағы бір ұл туды. Бұл бала өте зерек, дені сау еді. Оның мінезі мен келбеті сондай сүйкімді болатын. Кішкентай кезінде үйдің барлық жұмысын істеп, аз ғана ишарадан бәрін түсінетін. Өте зерек, өте ақылды бала еді. Сол себепті менің оған деген сүйіспеншілігім қатты артып кетті. Бірінші ауру ұлым 4 жасқа келгенде қайтыс болды. Ал зерек балам 4,5 жасқа толғанда қатты қызбаға шалдықты. Мен көп ем жасаттым, бірақ ешбір шипа белгісі көрінбеді. Ауруының 15-ші күні оған сарсам, яғни ми қабыршықтарының қабынуы, менингит тәрізді дерт пайда болды. Мен Хазіретке дұға сұрап, бұл менің сүйікті ұлым, оның аман қалу үшін дұға етіңіз деп хат жаздым. Сонда ол жауап ретінде: иншалла дұға етемін, бірақ егер тағдыр түпкілікті бекітілсе, ол өзгермейді деп жазды. Осыны оқығанда мен баланың аман қалмайтынын түсіндім. 4-ші күні оның жағдай өте ауыр болды. Сол күні Хазірет Гурдаспурдағы сот ісіне кеткелі жатқан. Мен әдетте әрбір сапарында бірге жүретіндіктен бірге баруға дайын болып келдім. Хазірет үйден шыққанда ең әуелі менен: балаңның халі қалай деп сұрады. Мен: Хазірет, өзіңіз келіп көріңіз, үй жақын, жағдайы өте ауыр дедім. Хазірет үйге келіп баланы көрген соң: бұл өте ауыр науқас, бүгін бізбен Гурдаспурға барма деді. Содан кейін өзі сапарға кетті. Келесі күні шамамен сағат 4-терде бала қайтыс болды. Одан кейінгі күні Хазірет таңғы 10-дар шамасында Гурдаспурдан қайтып келді. Мен сәлем беру үшін алға шықтым. Қолымда сол баладан кейінгі кіші қызым бар еді. Мені көріп Хазірет бұлай деді: балаңның қайтыс болғанына қатты қайғырдым, бірақ менің ойымша сенің оған деген махаббатың ширк шегіне жетіп қалған еді. Сондықтан оның тірі қалуы мүмкін көрінбеді. Дегенмен мен ол үшін көп дұға еттім. Алла саған одан да жақсы алмастыру береді. Ол еститін де, сөйлейтін де болады. Кейін расында оған бірнеше ұл берілді. Фазыл Карим, Абдул Хафиз, одан кейін тағы басқа Абдулла, Абдул Карим, Ахмад деген ұлдары болды. Алланың қалауымен кейін туған 5 баласының бәрі аман есен ұзақ өмір сүрді. Міне,
Ол сахабаларына да әрдайым таухид сабағын үйрететін. Сонымен бірге олардың көңілін жұбату үшін дұға жасап, Аллах Тағала оны қабыл етіп, оларға ұрпақ нәсіп етті. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам Аллах Тағала жердің әр тарапында қоныстанған барлық рухтарды, мейлі Еуропада болсын, мейлі Азияда болсын, табиғаты таза болғандарының бәрін таухидке тартуды қалайды. Өз құлдарын бір ғана дінде біріктіруді қалайды. Міне, мен осы мақсат үшін дүниеге жіберілдім. Сондықтан сендер де осы мақсатқа, бірақ жұмсақтықпен, көркем мінезбен және дұғаға көбірек көңіл бөлу арқылы еріңдер деді. Тағы бір жерде, менің бар қуанышымда жіберілуінің негізгі мақсаты да Аллах Тағаланың таухиді мен Хатаман Нәбиин Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам абыройының дүниеде орнығуы деді. हज़रत पीर इफ्तिखार अहमद साहब आपकी सीरत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक खादम पीरांदिता नाम थे. Хазіреті Пир Ифтихар Ахмад Сахиб оның өмірі жайлы бұлай дейді. Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам бір қызметшісінің аты Пирандатта еді. Бәріміз оны солай атайтынбыз. Бірақ Хазірет оны шақырғанда Пиридатта дейтін. Яғни пир берген, Алла сыйлаған деген мағынада. Міне, бұл таухидтің нәзік көрінісі. Аллах Тағала оған कि खुज़ुत तौहीद या अब्नाल फारस, яғни уа фарс ұрпақтары, таухидты ұстаныңдар деген. Сондықтан бұл илхамды өз өміріміздің сақталуы мен рухани өсу үшін оның ұрпағы ғана емес, оған баят берген әрбір адам үнемі назарда ұстау керек. Кімдегім оның жамағатына кірсе, ол оның рухани әулетіне кіреді. Егер таухидты берік ұстаса, дінде де, дүниеде де абырой табады. Ал егер оны тастап қойса, онда қандық туыстық та, жай ғана баят беруде еш пайда бермейді. Хафиз Мұхаммад Ибрахим Сахиб радиаллаху анху бұлай баяндайды. Алғаш рет мен Хаким Абдул-Азиз және Хаким Ата Мұхаммад Сахибтер Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам берекелі құзырына барғанымызда, сол күндері Хазірет Урдаспур қаласында еді. Хазірет бөлмеден сыртқа шыға бастағанда, үшеуміз есіктің жанында тұрған едік. Мен және Хаким Абдул-Азиз Сахиб ассаламу алейкум деп сәлем беріп қол алыстық. Бірақ Ата Мұхаммад Сахиб Хазіреттің аяғына жығылды. Сонда Хазірет оны қолынан ұстап көтеріп, Аллах Тағала мені дәл осы заманда осындай ширкті жою үшін жіберді. Аяқты сүю ширк деп, кейін онымен де қол алысты. इस तरह हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब बयान करते हैं. Сол сияқты Хазіреті Мирза Башир Ахмад Сахиб бұлай баяндайды. Қази Мұхаммад Юсуф Пешауари маған хат арқылы бұлай деп жазды. Мен алғаш Қадиян қаласына барғанымда, бір адам өз ұлын Хазіреттің алдында сәлемдесуге алып келді. Бала қол алысу үшін алға шыққанда құрмет көрсету мақсатымен Хазіреттің аяғына қол тигізбек болды. Сонда Хазірет берекелі қолымен оны тоқтатты. Мен сол кезде Хазіреттің жүзінің қызарып кеткенін көрдім. Ол ерекше жалынмен: пайғамбарлар дүниеге ширкті жою үшін келеді. Біздің міндетіміз де ширкті орнату емес, жою деді. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам: мен біреудің суретімді пұтқа табынушылар сияқты жанында сақтап, тарату үшін жасайтын болса, олай түсіруге түбегейлі қарсымын деді. Мұнда сурет мәселесіне де анық түсіндірме берілген. Көп адамдар қате түрде өз суреттерінде Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам суретінде, жақындарының суретінде ерекше құрметпен сақтайды. Сондықтан бұл мәселені түсіндіру маңызды. Ол әрі қарай: мен ешқашан бұған бұйрық берген емеспін. Менен артық пұтқа табынушылық пен суретке табынушылықтың дұшпаны болмайды деген. Алайда байқағаным, қазіргі кезде Еуропа халқы бір адамның еңбегін немесе жазбасын көргісі келсе, алдымен оның суретін көргісі келеді. Өйткені Еуропада фирасат,
яғни адамның болмысын сыртқы бейнесінен тану ілімі жақсы дамыған. Көп жағдайда олар адамның тек суретіне қарап ақ оның шыншыл не жалған екенін ажырата алады. Олар менен мыңдаған шақырым қашықтықта болғандықтан маған жете алмайды, әрі жүзімді де көре алмайды. Сондықтан ол елдің ферасат иелері сурет арқылы менің ішкі халдеріме үңіледі. Кейбір адамдар маған Құрама Штаттар немесе Еуропа елдерінен хат жазып, сіздің суретіңізге мұқият қарап, ферасат ілімі арқылы бұл адамның өтірікші болуы мүмкін емес екенін түсіндік деп жазған. Тіпті Америкадағы бір әйел менің суретімді көріп, бұл Исаның алейхиссалам суреті деп жазған. Осы мақсатпен осы шекке дейін ғана мен бұған үнсіз келісімімді білдірдім. Яғни мен суретке тек пайдалы мақсатта рұқсат бердім. Ал егер одан ширк тарайтын болса, онда мүлде тыйым салынады. Себебі व इन्नमल अमालु बिन्नियात, расында амалдар ниетке байланысты. और मेरा मजहब ये नहीं है कि तस्वीर की हुर्मत कतई है। Ол кісі тағы былай дейді: менің ұстаным сурет абсолютті түрде харам емес. Мен сурет түсіруді толық харам деп айтпаймын. Құран кәрімде жындар Сүлеймен үшін бейнелер жасайтыны баяндалған. Бәни Исраилдің қолында ұзақ уақыт пайғамбарлардың суреттері болған. Тіпті олардың арасында пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассалам бейнесі болған айтылады. Сондай-ақ Жәбірейл алейхиссалам Айша бинт Абу Бәкірдің радиаллаху анха бейнесін жібек матада пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам көрсеткен. Кейде тастардың бетіне табиғи түрде жануарлардың бейнесі түсіп қалады. Жер сілкінісі болатын аймақтарда тауларға жануарлардың ізі мен бейнесі тасқа басылып қалады. Сондай-ақ қазіргі сурет түсіретін құрал камера пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам заманында болмаған. Ал бұл өте пайдалы құрал. Оның көмегімен көптеген ауруларды анықтауға болады. Бұл тек қарапайым сурет мәселесі емес, ол заманда рентген сияқты құрылғылар енді дамып келе жатқан. Хазірет, тағы бір сурет құралы шықты. Оның көмегімен адамның барлық сүйектерінің суреті түсіріледі. Буын ауруы, подагра және басқа да дерттер анықталады. Бүгінгі күні бұл жүйе одан ары дамыды. Рентген, КТ, скан, МРТ, басқа да көптеген медициналық бейнелеу құралдары. Демек, Хазірет осы құралдардың пайдалы жағын түсіндірген. Сондықтан суретті мүлде харам деу дұрыс емес. Маңыздысы ниет. मकसद एक होना चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, फिर ठीक है, जब कुछ सही है, शिरक नहीं होना चाहिए। फरमाया ऐसा ही फ़ोटो के ज़रिए से बहुत से इल्मी फ़वाइद ज़ुहूर में आए। तस्वीर जो आम फ़ोटो है उसके ज़रिए भी आए हैं। चुनांचे बाज़ अंग्रेज़ों ने फ़ोटो के ज़रिए से दुनिया के कुल जानदारों, यहाँ तक कि तरह तरह की टिड्डियों की तस्वीरें और हर एक किस्म के परिंद और चरिंद की तस्वीरें अपनी किताबों में छाप दी। और आजकल तो मुख्तलिफ चैनल भी चल रहे हैं, मसलन जैसे नेशनल ज्योग्राफिक है या और हैं, ये तो बड़ी तफसील से जानवरों की। Расында амалдар ниетке байланысты. Егер ниет дұрыс болса, ширк болмаса, онда рұқсат. Ол әрі қарай былай дейді: сурет арқылы көптеген ғылыми пайдалар да ашылды. Кейбір ағылшын ғалымдары сурет арқылы дүниедегі барлық тіршілік иелерінің, тіпті шегірткенің түр-түрін, құстар мен жануарлардың суреттерін кітаптарына басып шығарған. Бүгінде осыған ұқсас ғылыми арналар бар. Мысалы, National Geographic бар. Олар жануарлар әлемін толыққанды көрсетеді. Яғни сурет ғылымының дамуына себеп болды. Сондықтан білімге ынталандыратын Аллах тағалаға осындай пайдалы құралды қалай харам етеді? Ол қатаңдық танытатын кейбір молдаларға қатысты. Егер сурет соншалықты харам болса, онда патшалардың суреті басылған тиындар мен ақшалары неге қалталарынан шығармайды? Неге үйлерінен лақтырмайды? Оларда сурет жоқ па? Өкінішке қарай олар мұндай орынсыз сөздер арқылы қарсыластарға исламды келемеждеуге мүмкіндік береді дейді. Ислам тек бос ширкке жетелейтін істерді харам еткен. Ал білімді дамытатын, ауруларды анықтайтын, адамдарды туралыққа жақындататын құралдарға тыйым салмаған. Сонымен бірге Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам: соған қарамастан мен өз жамағатымның адамдары менің суретімді қажетсіз түрде кеңінен таратып,
оны кәсіпке айналдырғанын мүлде ұнатпаймын деп ескертеді. Яғни жақсы мақсат болса дұрыс, бірақ оны табыс көзіне айналдыруға болмайды. Себебі осылайша біртіндеп бидғаттар пайда болып, ақыры ширкке апарады. Сондықтан ол жамағатына қолдан келгенше мұндай істерден аулақ болыңдар деп насихат етеді. Кейбір адамдардың визит карталарында өз суреттерін көргенін айтып, мен мұндай таратуға қатаң қарсымын дейді. Пайдалы мақсат үшін сурет қолдану бір басқа. Ал индустар сияқты үлкендердің суреттерін қабырғаға іліп қою мүлде басқа нәрсе. Тарихта мұндай бос істердің ширкке апаратыны талай рет көрінген. Индустар мен христиандарда да осындай жағдайлар орын алған. Соңында менің насихаттарымды құрметпен қабылдайтын және шынайы ізбасарым болған адам осы нұсқаудан кейін мұндай істерден тыйылуы тиіс. Әйтпесе, ол менің туралықтарыма қарсы шығып, шариғат жолында өрескелдік жасайды дейді. Сондықтан біз өте мұқият ойланып қарауымыз керек. Сурет ілу мен пайдаланудағы мақсатымыз не? Бұл мақсат ешқандай түрде ширктің жолына бастайтын мақсат болмауы тиіс. Суреттерге сәлем беру, олардың алдында иілу, мұның бәрі мүшріктік ойлар. Кейбір халықтарда, әсіресе индустарда мұндай нәрселер кең тараған. Қайтыс болған адамдардың суреттерін іліп, олардың үстіне гүл шоқтарын тағып қояды. Өкінішке қарай, кей жерлерде біздің ортамызда да осындай әдеттер байқалып қалады. Мысалы, кейбіреулер отбасылық топтық суретке түсіп жатқанда қайтыс болған үлкендерінің үлкен рамкаға салынған суретін жандарына қойып, бұл біздің марқұм үлкеніміз, ол да бізбен бірге дегенде етіп суретке түседі. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам мұндай нәрселерді ширк деп түсіндірген. Бұл дұрыс емес, бұл бидғаттар. Олардан сақтану керек. Кейде осындай нәрселер үйлену тойларында түсірілетін суреттерде де кездеседі. Маған осы жайында кейбір мәліметтерде келіп жатады. Егер суреттер жақсы мақсат үшін немесе естелік ретінде альбомда сақтау үшін түсірілсе, бұл рұқсат. Бірақ оны бидғатқа айналдырып, іліп қойып, күн сайын соған қарап, таңертең тұрып сәлем беру сияқты істер қате. Хазірет уәделенген Масих алейхиссалам дәл осылай ескерткен. हज़रत सूफी गुलाम अहमद साहब बयान करते हैं कि अमेरिका और वलायत के बाद लोगों ने ख्वाहिश की थी कि हम मुद्दई मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखना चाहते हैं. Хазірет суфи ғұлам Мұхаммад Сахиб былай баяндайды. Америка мен Еуропадағы кейбір адамдар біз өзін уәделенген мәсихпін деп жариялаған кісінің суретін көргіміз келеді деген өтініш білдірді. Сол себепті Хазіреттің фотосуреті түсірілді. Сол кезде Абдул Мухи деген бір араб кісі сонда тұратын. Ол көптеген карталар басып шығарып, олардың үстіне Хазіреттің бейнесін жариялап жіберді. Бұл іс Хазіретке белгілі болғанда ол өте қатты ренжіді де, біз тек діни қажеттілік үшін суретке түскен едік. Біз ешқашан өз суретіміздің күнкөріс құралына айналған ұнатпаймыз. Бұл ширкке апаратын жол деді. Сөйтіп әлгі карталардың бәрі жойылды. Хазірет Маулана Ғұлам Расул Аджики Сахиб былай баяндайды. Мен Хазірет уәделенген Мәсихке алейхиссалам баят бергеннен кейін оған хат жазып, бұрын кейбір вазифаларды оқитынымды айттым да, баят бергеннен кейін бұрынғы пірлердің мүриттері өз пірлерінің елесін, тасаввурын жүректе ұстайтынын ескере отырып, мен де өзімнің жолбасшым әрі мұршитім Алланың уәделенген Мәсихі мен Мағдиі болған сіздің бейнеңізді жүрегімде ұстап, күн сайын соның берекесі мен мақсаттарыма жетуге тырыссам, қалай болады дедім. Яғни басқа пірлердің бейнесін адамдар жүрегінде ұстаса, мен неге сіздің рухани бейнеңізді жүрегімде сақтамаймын деп ойладым. Осыны жазған соң Хазірет Маулви Абдул Карим Сахибтың қолымен жазылған жауап келді. Онда жаратылыстың тасаввуры, яғни бейнесін жүректе ұстау, ширктен басқа еш нәрсеге жеткізбейді. Сен жасап жүрген бұл іс ширктен басқа ештеңе тудырмайды деп жазылған еді.
Алланы зікір ету үшін оның өз есімі жеткілікті. Ал салауатты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетімен бекітілген түрде оқу керек. Осы хатты алған сәттақ мен сол тасауырды бірден тастадым. Бұрынғы барлық вазипаларымды да сол мезетте тоқтаттым. मास्टर सैयद नज़ीर अहमद साहब Хазірет мастер Саид Назир Ахмад сахиб былай дейді. Саид Фазыл Шах сахиб Қадияннан хижра жасаған марқұм маған былай деп айтып берді. Бір күні бір дос Хазірет уәделенген Масихтен алейхиссалам химиягерлік туралы сұрады. Сонда Хазірет химиягерлер ризық іздеп сандалып жүреді. Бірақ Аллах тағала ризық үшін белгіленген дұрыс әрі халал себептерді қолданбайды деді. Химиягерлер тәуекелдің мәртебесіне жете алмайды. Сондықтан олар дұрыс жолдарды тастап, өздеріне бөлек бір жол ойлап табады. Олар Алланың फिस्समाए रिज़्क़ुकुम फरमाता है कि फिस्समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून हम तो ऐसे मनहूसों को सबसे बड़ा मुशरिक समझते हैं. яғни сендердің ризықтарыңда уәде етілген нәрселеріңде көкте деген сөзін түсінбейді. Хазірет біздің мұндай сорлыларды ең үлкен мүшрик деп санаймыз деді. Біз мұндай сорлыларды ең үлкен мүшрик деп санаймыз деді. Аллах Тағала өзінің қасиетті кітабында мүмінге бір нағыз химия нұсқасын үйретеді. Онымен амал еткен адамға Алла көктен ризық береді. Бірақ бұл тек оған бет бұрғандарға ғана нәсіп болады. Ол कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब. देख लो जो मुत्तकी को तमाम जहानों की नेमतें दी जाती हैं. яғни кім Алладан қорықса, ол оған шығатын жол жасап береді және күтпеген жерден ризық береді деген аятты оқыды. Сонда Хазірет, қараңдар, тақуа адамға бүкіл әлемнің нығметтері берілгенде, ол басқа кімге мұқтаж болады деді. Тақуалық ұстанғандарға Алла күтпеген жерден ризық береді. Егер химиягерлер сол уақытын химиямен бос өткізбей, жаратушысына арнаса әрі шынайы тақуалықпен тұрса, барлық тілектеріне жетер еді деп айтар едім. Таза жүректі адамдарға Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам таухид жайлы сөзі мен ісі қалай әсер еткені жөнінде Мирза Башир Ахмад сахиб бір ықыласты қарияның риуаятын келтіреді. Мир Абдурахман сахиб Кашмирдің Барамулла аймағындағы орман қызметкері жазбаша түрде былай дейді. Менің әкем бұрын ханафи еді, кейін ахли хадис болды. Сол кезде ол досы Маули Мұхаммед Хасан сахибке біз өзімізді үлкен муахид, яғни таухид ұстанушы санаймыз. Бірақ мүмкін бізді де мүшрик дейтін бір жамағат шығуы ғажап емес деп айтатын. Кейін дәл солай болды. Өйткені біз Хазіреті Исаны алейхиссалам өлілерді тірілтуші және құстардың жаратушысы деп сенетінбіз. Бірақ мен Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам мына өлеңін естіген кезде ғана есімді жидым. Құстардың да жалғыз құдайы сол. Осы құдай тануыңа мадақ болсын. Ей молда, міне осы таухид. Шын айтшы, қай жынның ізіне ердің? Сол сәтте мен ояндым. Сосын сендерді екі бауырды Сринагар қаласындағы нағашыларыңа қалдырып, жаяу Қадиян қаласына барып, баят беру құрметіне ие болдым. Мені дәл осы сөз үгіттеп жолға салды. Хазірет Мәулана Ғұлам Расул-Аджики былай баяндайды. Шамасы 1901 жыл болса керек. Бір күні мен Хазірет уәделенген Масихтың алейхиссалам берекелі мәжілісінде отыр едім. Сол кезде Хазірет Алла Тағаланың таухиды туралы бір уағыз айтты. Сол сөзінде былай деді. Кейбір адамдар біреудің жақсылығын көргенде альхамдулилля деместен бірден жазакаллах деп қояды. Алайда терең мағынада және мағрифат тұрғысынан қарағанда, бұл сөздің өзінде де белгілі бір дәрежеде ширкке ұқсас қыр болуы мүмкін. Өйткені жақсылық жасаған адамның өзі де, сол арқылы ол жақсылық жасаған нәрсе де шын мәнде Аллах Тағаланың жаратқан нәрселері. Сондықтан жақсылық көрген адам
ең әуелі Аллах тағаланы мадақтап, оған шүкір айтуы тиіс. Жақсылық болған сәтте алдымен альхамдулиллах деп айту керек. Себебі мағрифат пен ақиқат тұрғысынан алғанда ең алдымен себептердің жаратушысына алғыс айту қажет. Одан кейін әлгі адамға жазакаллах деп айтуына болады. हज़रत भाई अब्दुर्रहमान साहब कादियानी Хазірет Абдурахман сахиб Қадияни Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам Лахор қаласына жасаған соңғы сапары туралы бір мақаласында былай жазады. Күн көтерілген соң ұйымдастырушылар қонағасы дайындығын бастады. Біртіндеп құрметті қонақтар мен беделді адамдардың көліктері келе бастады. Сол жерде Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам сөз сөйлеу керек болатын. Бірақ сол сәтте Хазіреттің денсаулығы өте әлсіз еді. Қатты әлсіреп дәрменсіз күйде болғандықтан оның сол жерде тұрып ұзақ сөйлей алатынына ешкімнің үміті жоқ еді. Осы оймен Хазіреті Нуриддин радиаллаху анху сахибке хабар жіберіп, келген қонақтардың рухани қонағасын сіз ұйымдастырыңыз деп тапсырма берді. Сөйтіп уақыт келгенде Хазірет Маулви Нуриддин сахиб сөзін бастады. Бірақ көп ұзамай сол нұрлы ай мен жарқын күндей болған тұлға Хазірет уәделенген Мәсихтің алейхиссалам өзі келіп кірді. Хазірет Маулана Нуриддин сөзін тоқтатты. Содан кейін Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам орнынан тұрып, жиналған қауымға сөз сөйледі. Ол шамамен 3 сағат бойы соншалықты қуатты, мағрифатқа толы білім мен рухани тереңдікке бай сөз айтты. Бұған дейін оның денсаулығы сондай әлсіз еді, тіпті тұруының өзі қиын болатын. Ал енді келіп 3 сағат бойы үздіксіз әсерлі сөз сөйледі. Тек өз адамдары ғана емес, бөтендер де таңғалып кетті. Барлығы сиқырланғандай үнсіз құлақ түріп тыңдап отырды. Сол рухани мәжілістен олар сондай ләззат алды, тіпті тәндік тамаққа деген мұқтаждықтарын да ұмытқандай болды. Хазіреттің сөзінде сондай ағындылық бар еді, оны жазып үлгеру қиын болатын. Сөзінде сондай қуат пен айбын болды, қалың жиында бір адамның тыныс алғанда сезілмейтін. Хазірет сондай жалынмен сөйлеп тұрды, тіпті сөзінің қызуымен тыңдаушыларға қарай біртіндеп алға жылжып кете берді. Мен өз көзіммен көрдім және мұны анық байқадым. Хазірет үстелден бірнеше қадам алға шығып кетті. Яғни ол үстелдің артында тұрып сөйлеген жоқ, керісінше үстел оның арт жағында қалып, өзі алға шығып сөйлеп тұрды. Сөзінің қызуымен кейде 1-2 қадам ілгері басып кететін. Бұл сөздер доктор Саят Мұхаммад Хусейн Шах сахибтің үйінің ауласында Хазіреттің қайтыс болуынан шамамен 10 күн бұрын айтылған. Осы сөз кейін Такмил Таблих және Итмам Худжат деп аталып кеткен. Бұдан бұрын ағылшын астрономия ғылымымен болған пікірталас Ходжа Камалуддин сахибтің үйінің жоғары қабатында өткен еді. Бұл кезең өте күшті уағыз және дағуат сапары болды. Осы сөздерден бөлек Хазірет тағы да көптеген үлкен кіші баяндамалар жасаған. Ол ары қарай жазады. Сол күндері кейбір инду әйелдер Пайғами Сулюх атты еңбектің жазылуы кезінде Хазіретті көру мақсатымен бір топ болып келді. Ол кезде Хазірет доктор Саид Мұхаммед Хусейн Шахтың үйінде болатын. Хазіреттің қолы мүлде бос емес еді, сондықтан оларды тезірек қайтарғысы келді. Бірақ олар өтініш жасап, кем дегенде бір насихат айтуын сұрады. Ерекше ықыласпен сұрағандықтан Хазірет барынша бос болмаса да, олардың өтінішін қабыл етті. Содан кейін оларға таухидты насихаттап, пұтқа табынудан тыйды. Аллаға дұға етуге, жалбарынуға шақырды. Бұл оқиға оның өмірінің соңғы 1-2 күнінде болған. Шын мәнінде әлгі әйелдер ұзақ отырып Хазіреттің берекелі аузынан көбірек сөз естігісі келген. Бірақ Хазіреттің бос болмауына байланысты амалсыз ертерек қайтты. Сол сияқты Хазіреттің тағы бір сөзі ерекше танымал болып қалды. Әсіресе соңғы сөздерінің бірі болғандықтан ол қызметшілер арасында жиі айтылатын. Сол сөзінде Хазірет Иса Мәсихті өлуге жіберіңдер, өйткені исламның өмірі сонда. Мұхаммедтік Мәсихтің келуіне жол ашыңдар, өйткені исламның ұлылығы сонда деген. Міне бұл оның таухидты орнықтыру жолындағы жүрек күйзелісі мен жан толқынысы еді. Ауру болса да, шаршап, бос болмаса да, ислам мен таухидтың хабарын жеткізу жолында еш нәрсеге қарамады.
Сондықтан бүгін осы таухид хабарын жеткізу және оны өз өміріміздің бір бөлігіне айналдыру Мұхаммедтік Мәсихтің қызметшілерінің міндеті. Аллах Тағала бізге осы міндетті атқаруды нәсіп етсін. Әлемнің жағдайын, әсіресе мұсылман дүниесінің халін әркім көріп отыр. Қаншалық ауыр жағдайлар орын алып жатыр. Сондықтан өте көп дұға қажет. Соғысты тоқтату туралы айтылғанымен оның жақын арада тоқтайтыны байқалмайды. Керісінше, оның іргесінде жарықтар қазірдің өзінде пайда бола бастады. Израиль үкіметі қандай да бір жолмен Ливан еліне шабуыл жасап, Иран тарапын арандатуға тырысып отырғандай көрінеді. Қазір кейбір еуропалық жетекшілерді бұл әрекетті айыптап кем дегенде үн қатты. Бұл ең болмаса аз да болса адамгершілік үнінің белгісі. Бірақ өкінішке қарай олардың адамгершілігі көбіне осы деңгейде ғана қалып қояды. Одан әрі батыл әрекетке баруға және не талпыныс, не батылдық, не күш көрсетпейді. Қалай болғанда да біз дұға етуіміз керек. Аллах Тағала мұсылман әлеміне рахым етсін. Әмин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.